бос сөйлемейді, бірінің сөзін бірі жерге тастамайтын сондай жақсы шешеміз болған жеңгеміз. Айналайын, мынау бұрындағы келіндерімізде солардың жолын болып, жақсы келін болып, отбасының отын сөндірмей, шаңырақты берік ұстап отырған мынау Алтынай бар, бұл жерде Гүлсара бар, көптеген келіндеріміз бар, айта берсек жас келіндеріміз. Солардың жолы болып, солардың рухтары сіздерді көтеріп жүрсін. Бақытты семья болыңдар, бір отбасының жақсы келіні бол, айналайын. Мынау Аршат ініміз ошақтың отағасы болса, сен осы шаңырақтың жақсы отанасы бол демекпін. Өмірлі шүбірлі болыңдар, ұрпақ өсіріңдер, жақсы ұрпақ өсіріңдер, бақытты семья болыңдар. Қош келдіңіздер, тағы да рахмет. Тойшы қауым, қош келдіңіздер. Бүгін мына ағамыздың шаңырағында ақ түйенің қарны жарылып, қуаныштан біздің басымыз айналып, ашық күн ағамыздың өзі көп күтіп еді, Алла оны қош көрмеді. Енді өзі кетіп қалса да, артында осы көздері, біздері қалып, арты бардың арты оңалар дейді ғой. Мынау енді ұрпағын жалғастырып жатыр, шаңырақ құрып жатыр. Шаңырағың биік болсын, бақытты болыңыздар. Енді мына құдаларым, қош келдіңіздер. Орындарыңыз мәңгілік көр болсын, екі жол ақ жол болсын, екі жақта. Балаларымыз бақытты болсын, бақытты болсын, бақытты болсын. Құрметті қонақтар, бүгінгі күнгі біздегі қуанышымызға қош келіпсіздер. Келіп жатқан құдалар, адамдарымыз құтты болсын, көрген алған орындарымыз мәңгілік болсын, екі орта ақ жол болсын, балаларымыз бақытты болсын. Мына уақытта біз бөліп жан-жақтан барша ағайын туған келіп жатсыздар, барлықтарыңызға да көп рахмет. Тойды жақсы өткізейік, жақсы отырайық. Балаларымызға бақыт дейміз басқа. Бәрекелді. Тілектеріңіз қабыл болсын, тілектеріңіз, балаларыңыз бақытты болсын, тойдан тойға жетуге Алла нәсіп етсін, қуаныш пен жақсылықта кездесейік деген ниет білдіреміз. Ал бір фотоға түсейік, шапалақ қойып әулетіміздің тойы болсын. Бүгінгі тілексіп жатқан әулетіміздің тілектер қабыл болсын. Баршаларымызды аламызда тамаша тілектен кейін тамаша әнді әрине бұл өмірге әкелген ата-ана. Сондықтан өмірге ең қымбат адамның ата-ана деп жатырмыз. Сондықтан осы ата-аналарымыз құрметіне, ағамыз бен әкеміз құрметіне тамаша тойдың шымылдығын әнмен ашқан жөн көріп жатырмыз. Тамаша ән салып алдарыңызда, белгісінің ұлы алдарыңызда, айбат ұлдарыңызды тамаша әнмен қарсы алыңыздар. Той тойғасын, ана әкелер тамаша болсын. Barasın mana şuamıza
бәрекелді. Әке асқарда манабылақ балдар жағасында ақыра, әкелермен аналарын құрметте тамаша халқын бір қаттырақ болса қаттырады. Тойды жақсы күнсу ағайындар менің жалғыз қолым емес барша ағайыным болды. Сондықтан бірдей аталсын бүгін ойын көтеріп отырайық. Аршат бақытты болсын дегендер оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Аршат бақытты болсын дегендер сол қолдарыңызды көтеріңіздер. Менің өмірім сақ болсын дегендер екі қолдарыңды көтеріңдер. Ондай кезде жаңдар көтерейік. Жастар бақытты болсын, ура! Шапалдақтан тұрамыз, екі жастың құрметіне қайрамай қой соғамыз. Көргенменен үйренді ғой, ашатпай өтіңдарымыз. Шапала, екі жастың шапала. Осылай қоса отырайық, келесі тілек сөйлейді. Келесі тілек сөйлейтін қонақтар кім екен білетін шығарсыздар. Мен атын атамайын келесі қонақтарды ешкім түсіністемей ортаға шақырам. Сондықтан мен ортаға келесі тілек сөйлейтін қонақтар адамның үш жұрты болады. Бірінші жұрты өз жұрты, екінші жұрты қайын жұрты, үшінші жұрты ең жақын жұрт кім? Нағашы, конечно. Жиеннің тойына ат күші билеп, тойды көтеріп, тойдың шан шығаратын кім? Кімден? Нағашылар. Жиеннің тойына барлық подарканы шашатын кім? Нағашы. Жиен өсіп сабақтан бей салса кімге таққан? Қайдағы нағашы? Өз тұқыма таққан. Сабақтан екеу бірдеңе білірсе, сол баяғы нағашысы еліккенден болмасы кімдек бапасы дейміз. Сондықтан ешкімнің атын атамайын, түсіністемейін. Барлық нағашы жиен бөлілерді сіздер айқайлап қол соғасыздар, сіздер билеп секіріп шығасыздар. Ортаға шығамыз. Быстро улегой. Нағашылар билетті! Мына билеп жүргенде басында кредит жоқ кісілер. Қош келдіңдер, тойларыңыз құтты болсын. Қатысып қалыпсыздар. Апа, мен жаққа шықпадыңыздар ма? Шықпайын? Ана жаққа шығыңыздар. Келіңіз, тұрыңызға шықпайын. Келіп. Сиясты. Ішке сыйған бала сыныпқа да сиятып келіңіздер. Қош келдіңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Жаңа тойдың басында апамыз екеуміз ақылдасып едік. Осы нағашылар шыққан кезде не береміз? Сондай кезде бір ағамыз шығып маған айтып берді, сен нағашыларға өзің бер подарканы деп. Менің алып келген бір қысқа подаркам бар, соны беріп жіберейін, сіздерге қабыл алыңыздар. Ол менің қысқа бір ақ матам, қолдарың жайында. Аспандарың ашық болсын, дұшпандарың қашық болсын. Осы жерде тұрған нағашылардың жиен бөлелері аман болып, балалары шеттен әкім болсын, шеттенен бастық болсын. Құдай болса той біткеннен үйлеріне барғанда үйдің қасында бір пачка доллар ақша жатсын. Ойдың ба? Осы тілегін қабыл болсын десеңдер, араларынан 2-3 адам сөйлесіңдер, қалған қосыласыңдар әуелі. Болды. Ал кімнен бастаймыз? Сөйлейік па? Көке, сіз бастаймыз. Той қысқа адамның тілегі қысқа болып тек бастаймыз. Ал құрметті тойшы қауым, мына бүгін Саға өнімде болып отырған той уайысты болсын, жағынан болсын. Алмаз деген біздің күйеу бала, көптен танимыз. Өзім шаңырақ құрғанда мына Алтынай қарындасым бар, екеуін апарып жоғалға той жасап, семья болды, бала шағалы болды. Мына бүгін енді мақтарының үйренген етті өзі мына соңғы
өзінің Асатау қарсайынбет, Асатқа райет деп соға айнаға мен ойнап тұратын барсын. Мені марқым жатқан өзері тоқыра тоқа болсын. Иман байлығын берсін. Бірақ көргенлай атырған қызықтан астан алтынай, балдары, келіндері, шөбелері менің бәрінде осы шаңыраққа жақсылық деймін. Мен мұны Жалағолға жеріне ашып болып беремін. Бұл балдар бәрі өзі қолынан өсті, бірге көрді, күністердің бәрі көріп қалды. Осы мұна істеген болып отырған тойды жақсылыққа, қуанышқа тек ұзағынан болсын, екі бала бәрі тосын егін біледі. Әлелі құрметті құда-құдағайлар, Гәнішкеннен келген. Қадамдарың құтты болсын, мұңзырлық құда болайық. Гәнішкемен кештебен айттық қойды. Гәнішкемен Атыраудың арасында ақжол болсын. Сәлеміңіз үлі болсын. Екі бала бағыт тұрсын, қызығына дек келе берейік. Шаңырақтарыңызға дек той бола беріп, тойға бара берейік. Енді жағымыз нетіме барған мына құда жақта. Құда бала бар, құда баланың тойына бәрі жиналайық ағайын тумалар. Басқа енді өзім мына құдасы бар Дүйсенбай деген Алмаз үйі баланың жол бар, мына Асылбек үнім балам бар, мен соғынан бар, мына Гәнішке бар. Бүгін сағат 6 шағында құда-құдағайларды балдарын бәріміз бар алып келдік. Алып Алтынайдың Алмазбен Алтынай шаңырағына кіргіздік, бәрі өзінің жетті. Елден әйтер басқан тек балдар бағытты болсын, осы айлаған тастарсан, осы отырған бүгін ағай томаларымды үйлерінде қуанып тастарған болсын біледі. Ені құтты болсын, денің сау болсын, балаларың қызырын көрер, денің сау болсын. Асатанымен құрып отқан шаңырағын терезесің, жақсы азамат болып, олына тілектесін. Онан жаңа құдалар қадамдарын құтты болсын, екі ұрты ақжол болсын. Бәрін жақсы бола өрсін. Ал құрметті тойшылам, той құтты болсын іштен. Мен де осында үлкен кісілеріне қосылым. Ал Алтынай енді Алмастың көрінбей өткен қызығын енді алды тағала. Аған жазып жатыр енді. Балдар бақытты болсын үйлеп өткен екі бала. Тойларың құтты болсын, той болса берсін. Мен Алтынайдың мамасы Жәміш нағашымын, кәрі нағашымын. Тойларың құтты болсын. Әмин. Алтынай, осы әулеттің барлық ағайындағы тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, той жалғасын талай берсін. Бұтау құрып атқан екі бала бақытты болыңдар, шаңырақтарын биік, босағаларын берік болып, ден құрғылары болыңдар. Құда-құдағайлар еріп келген. Адамдарының құтты болсын, отырған орындарын мәңгілік болып, екі орта ақжол болсын. Сыйластығымыз ұзағынан болсын. Елші құдалар келін алып келген қадамдарын құтты қадам болсын, әкелер келіндерін құтты келін болсын мұз шаңырақ. Біздер Алтынайдың апасынан туған жиендері боламыз. Алтынайға екі қыздан туған бөлек. Бұл жерде апым бар мен келіп отырған, соған баратын. Конечно. Апа, қош келдіңіз. Алло, келген құдалар бақытты болыңдар. Құда-құдағайлар қадамдарын құтты болсын. Енді не айтайын басқа, екі бала аман болсын, дені сау болсын. Екі жақтың да ақжол болсын. Алтынай енді екі балаң бақытты болып, екі жаққа күш болсын. Сондай өзі жақсы бала. Енді нағылайын сол баланың тек арқасында ең қолыңа тек әрі беріле қолыңды жүйдеуісін. Рахмет. Қош келіп жатырмыз, той шауым. Алтынай енді тойың құтты болсын. Алмастың күрегіне кеткен қызығын көре бер. Аршат, Гүлшат, жаңа некелерің құтты болсын. Жаңадан келіп жатқан Гәнішкемен келген құдалар қадамдарың оң болсын, сәтті қадам болсын. Гәнішкемен Атыраудың ортасы ақжол болсын.
Менің барлығына қосыламыз деп жатырсыз. Өзімнің туған сіңлім, келінім, жиен, сіңлілерім бар, құдағайларым бар осы жерде. Қосыламыз деп жатыр. Бөлелерім бар, қосыласыңдар ма? Қосылады. Қосылғандарыңызға бақытты болыңыздар. Алжақсыған той жайын, той құтты болсын, алдынай, той құтты болсын, мына мен жаңа тек айтып жатыр. Соны бәрі қосыламыз. Балдарымның қызығын көр, 2 жас бақытты болсын, мына келіп жатқан құдалар, қазанларым құтты болсын. Мияудан келіп тұрған нағашыларым алтынай. Қош келдіңіздер. Жақсы той қауым бүгін сау елінде Ақтүйін қарып жарғанмыз. Алтынай ағаштардың бірлас екі болып шағыратын алады, шағыратын дейін мықты болсын деп, қос балдарын қызына сөйлесіп, екі қосасын үйренеміз. Ал енді мына келген асырған құдалар, мына алысы жақын болған жол, жақын болған дейді, сіздер күздер өтсіздер. Құдалықтарымыз ұзағынан болсын, мұздылық болсын, екі ара алтын көпір болсын деп, әрдайым алған Тюрген алған ордағыз құтты болсын. Мен осы Алмас құдаларымыздың бажасымын. Енді мына той шашуына бір қойыңдар. Ассалаумағалейкум әлеумет. Тәуелсіздік мемлекетте тәуелсіз тойларымыз көп бола бергей. Енді мына бағана асаба жігіт айтып жатқандай, осы соңғы апта Алматы жақтарда жүріп болғанымызда байқағанымыз, үлкен көп адамдар келеді, айтатын тілегі бір. Дегенменен менің айтатыным бағана өтті де құда қарсы алғанда да үйде болдық. Аршат, бауырмен сен білем, үйіміз бір жақ, нағашылы жиенбіз. Келін саған бір ғана сөз айтам, күйеуіңе ие бол. Үлкен ағаш. Ардақ айтам, ақтайына қуаныштарыңыз жағынан болсын. Мақсат. Оған болды сәтіңіздерді. Құдалар, қадырқарым, қалған орындарыңыз өл болсын. Көп тілектерді бар, қосыламыз жақсы. Дұрыс. Жалғасты. Біреудің баласына ақыл айтып, өздері ақылдарын осы үйленіп отыр. Аман жүріңіздер. Қосасыздар ғой, аман жүріңіздер, тойларың құтты болсын, подаркаларыңызды ұмытып кетпеңіздер, қатағатсыңдар. Құтты болсын. Осы суреттер қарап, тамашалап отырасыздар. Ой, тойлар осындай болмайды, осы көйлекті киіп едім, мен қызыл туфлиімді киіп едім, мен бұл көйлегім қайда кеткен деп тамашалап отырасыздар, сондықтан бір суретке түсіңдер. Той құтты болсын ағайындар. Алғаннан кейін, орталай ортада кішкене жеріңіз бойыңызға қаратайық, айталау болып отырғаныз сіз қартайық дейді. Енді ортаға шығып не істейміз?